Hey, беріңіздер достар, сендермен бірге мен Аңсар KZ. Бүгін біздер үй салудың екінші бөлімін түсіретін боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Біз бірінші бөлімде осындай үй салған болатынбыз. Ал ендеше біз үйімізді бастаймыз. Мен бірінші мындай ағаштармен іштіп салам. Мындай не қоям. İşte жерде терезе. Келесі жағында сөйтем. Сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып отырыңыздар. Осындай әдемі үйлер саламыз. Менің үйім ұнаса, комментке ұнады деп жазып кетіңіздер. Мен бүгін 2 этажный үй салатын боламын. Әдемі. Мен бұл видеода тек қана үйдің пішіндерін ғана істеймін. Келесі видеомда мен осы үйдің ішіне жиһаздар қойып сәндейтін боламын. Жерімізді қаздық, енді қолымызды осындай каменный кирпичпен істейтін боламыз. Мінекей полым бітті, енді екінші этажын істейік. Шатырын бірінші жауып аламыз. Сосын екінші этажын істейтін боламыз. Мінекей шатырын жауып біттік, енді екінші этажын істейтін боламыз. Енді осы жерде, дәл осы жерде балкон болатын болады. Nereden сәл мынандай мен бүйтіп шығарып, астынан көтеріп тұратын сияқты сондай қылып қоямын. Қазір көресіздер. Осындаймен өшістіп жабатын боламыз. Мен
балконду осындай стекломен қоршап қоятын боламын. Астындағы терезені сәл де өйтіп қоймасам кішкентай қылып қалды. Өйтіп шеттерін жабамыз енді. Мен бұның шатырын андай блокпен жаппаймын. Кәдімгі тіп-тіке болып тұратын болады. Типа панорамный болып тұрады. Осындай терезе. Енді төбесін жабатын боламыз. Мен төбесін осындай плитамен жабатын боламын. Екі шатырын жауып біттік. Терезелерін үлкейтіп қояйық. Біз бүгін тек осы бөлімде сыртын істейтін боламыз. Келесі бөлімде ішіне жиһаз қойып, терезелерін, есіктерін, барлықтарын қойып көрсететін боламын. Ендеше біздің видеомыз аяқталды.